Жекешелендіру. Қазақстан бұл реформаны қолға алған алғашқы және жалғыз мемлекет емес. Біз қандай елдердің тәжірибесіне сүйене аламыз? Сауалға жауап беру үшін қай мемлекеттің тәжірибесі тағылымды? Қайсысы жекешелендіруде сан соғып қалғанын сараптап алғанымыз жөн. Армысыздар. Бұл жекешелендіру жаңалықтары бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда жекешелендіру не үшін қажет және оның ел экономикасына ықпалы жайлы әңгіме өрбітеміз. Жекешелендіру. Елдің меншігіндегі мүлікті жеке меншікке беру немесе сату үрдісі ғана емес. Бұл мемлекет монополиясын қысқарту және жалпы үкіметті тікелей шаруашылықты басқару қызметінен босату бастамасы болып табылады. Жекешелендіруді қолға алған елдерде оның нәтижесі әртүрлі болды. Кейбір мемлекеттер үшін бұл реформа бірден пайда әкеліп, экономикаға тың серпін берді. Алайда бір қатарында оның соңы сәтсіз аяқталып, жекешелендіруден кейін ел экономикасын бірнеше жыл қатарынан тұрақтандыруға тура келді. Сондықтан Қазақстан үшін басқа мемлекеттердің оң тәжірибесін ескеріп, басқалардың қателіктеріне жол бермеуге бірегей мүмкіндік бар. Приведу пару примеров неуспешной программы. Жекешелендіру бағдарламасының сәті түспеген елдерге тоқталып өтсек, бұл ретте Мексиканың тәжірибесін қарастырайық. Реформаның табысты болмауын екі жағдай көрсетеді. Біріншіден, жүргізілген жекешелендіру бағдарламалары нарықтың дамуына әсер етпеді. Саудаға ұсынылған компаниялар қазір Американың қаржы биржаларына шығарылған. Яғни капиталдың жергілікті нарығын дамытуға әсері тиген жоқ. Оған жол бермеуге баса назар аударылған. Капиталдардың дамуы біз үшін өте өзекті екендігін түсінеміз. Бұл Қазақстан үшін маңызды тәжірибе. Дамыған елдерде жекешелендіру барысында бәсекелестіктің жоқтығынан және бюрократиялық басқару жүйесінен зардап шеккен бұрынғы мемлекеттік мекемелердің жұмыс тиімділігін арттыру мүмкін болды. Қазақстан компанияларының 1/3 жеке меншікке беріп, тағы 1/3 бөлігін халықаралық инвесторларға сатып қалғанынан біздің елде жұмыс істеп жатқан бірлескен кәсіпорындар жасауды көздеп отыр. Бұл самұрық қазына компаниялар тобындағы 2020 жылға дейін сатылуы тиіс мекемелерге қатысты жоспар. Конечная цель программы приватизации с точки зрения правительства. Үкіметтің жекешелендіру бағдарламасының көздеген басты мақсаты жекеменшік сектор экономиканың дамуына ұйытқы болу үшін оның рөлін арттыру. Самұрық қазына қоры тұрғысынан қарайтын болсақ, одан бөлек жекешелендіру бағдарламасына қосымша мақсаттар жүктеп отырмыз. Холдинг трансформацияланып, болашағы бар, жоспары нақты, белгілі, экономика тұрғысынан көп пайда әкелетін мекемелердің активтерін басқаратын жүйелі ұғымға айналу керек. Мұндай активтердің келешегі бар және олар экономиканың жаңа салаларына жатады. Многообещающими с точки зрения экономики. Такие активы, они, как правило, очень перспективные, они относятся к новейшим отраслям экономики. Жекешелендіру моделінің бірнеше түрі бар. Ол орталық және шығыс Еуропада аралас. Бұл тәжірибеге сүйенсек, мемлекет табиғи монополияларды және кейбір негізгі мекемелерді бақылау қызметін сақтап қалады. Бағдарламаны іске асырудың осы түрі Қазақстанға жақын. Ал Польшада жекешелендіру қаржы нарығын дамытуға бағытталды. Инсайдер деп аталатын модель қызметкерлердің өз компаниясы активтерін сатып алуға негізделген. Алайда ол үшін мемлекетте тиісті жағдайлар жасалуы тиіс. Кәсіпкерлік мәдениеттің қажетті деңгейі және ақпаратты жариялауға дайындық оның бір парасы. Өйткені ашықтыққа бірінші кезекте әлеуетті инвесторлар баса назар аударады. Благодаря нашей широкой инвесторской базе мы имеем... Біздегі кең инвесторлық базаның арқасында Қазақстанның жекешелендіру мүмкіндіктерін әлемдегі ең ірі институционалдық инвесторларға көрсете аламыз. Біз IPO-ға үлкен сенім артып отырмыз. Соның арқасында Қазақстан халықаралық деңгейде инвестициялық әлеуетін жоғарылатады деп есептейміз. Осы ретте айта кеткен жөн, Қазақстанда Астана халықаралық қаржы орталығының құрылуы ішкі нарықтағы бағалы қағаздарының дамуына серпін бермек. И в этом контексте создание новой площадки в Казахстане, Международного финансового центра Астана. 1986 жылы Стамбул қор биржасы өз жұмысын бастады. Бұл кезден бастап мемлекет шаруашылықты басқару қызметінен алшақтай бастады. Ол үшін алдын ала тиісті шаралар жасалған болатын. 1984 жылы жеке заң қабылданып, құжат жекешелендіру тәртібін реттей бастады.
Ал араға 5 жыл салып 1989 жылы барлық заңнамалық кедергілер жойылды. Түркияда жекешелендіру жұмысы бірнеше кезеңді қамтып 30 жылға жалғасты. Қазақстан бұл науқанды барынша ашық және тиімді өткізіп қана қоймай, өзінің қор нарығын дамытуды көздеп отыр. Нәтижесінде самұрық-қазына ұзақ мерзімді келешегі бар жүйелі қорға айналуы керек. Мы встречались с ними в апреле этого года. Біз осы жұмыспен айналысып жатқан компания өкілдерімен сәуір айында кездестік. Дәл сол кезде жекешелендіру бағдарламасы Қазақстанның премьер-министрінің басшылығымен өткен инвесторлар кеңесінде талқыланған. Өзіміздің ескертулерімізді айтып, жалпы қорытынды жасадық. Мөлдірлік жөнінде айтар болсақ, мен самұрық-қазына сайтынан қандай компаниялар саудаға шығарылғанын көрдім. Оның ішінде шағын компанияларды сатуға арналған электрондық аукциондар бар. Менің ойымша бұл дұрыс. Еліміздің мемлекеттік органдарында әлемдік тәжірибені зерттеу үшін талдамалық жұмыс жүргізілді. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстандағы жекешелендіру бағдарламасын теңдестірілген түрде жасау мүмкін болды. Мы проанализировали очень много стран. Порядка, не знаю, 20-30. Біз 30-ға жуық мемлекеттің тәжірибесін зерттедік. Біз сәтті және сәтсіз аяқталған тәжірибелерді де сараптадық. Себебі реформа ойдағыдай іске аспаған жағдайларда ескере отырып, қателерді алдын ала болжауға және бағалауға, мәселенің алдын алу үшін жоспар жасауға жол ашылады. Біздің тарапымыздан Норвегия мен Нидерландының, тіпті Әзербайжанның тәжірибесі қарастырылды. Кез келген тәжірибе біз үшін пайдалы. Азербайджана даже. Любой опыт для нас полезен. Қазақстан жекешелендіру бағдарламасын әзірлеген кезде Чили мен Польшаның, Ұлыбританияның және тағыда басқа елдердің тәжірибесін назарға алды. Германияда жекешелендіру 1990-94 жылдар аралығында өткізілді. Бұл ретте белсенді жұмыс Германия Федеративтік Республикасы мен Германия Демократиялық Республикасы қайта біріккеннен кейін басталды. Белгіленген мерзім қысқа еді. 4 жылдың ішінде ауқымды бағдарламаны іске асыру қажет болды. Активтер туындаған мәселелерді терең талдаусыз ақ бірден сатылып кетті. Оның соңы жақсылыққа апармады. Көптеген ірі кәсіпорындар жабылды. Десек те талай жылдардан кейін сарапшылар сол кезде елге жекешелендіруді іске асыру қажет болды деген тоқтамға келді. Программа приватизации в Германии, Батыс және Шығыс Германияның қосылуынан кейін Германияның жекешелендіру бағдарламасының іске асуы қаржылық жағынан қиындау болды. Шығыс Германияда орналасқан мекемелер үшін процесс күрделі. 25 жылдан кейін біз осы жұмыстың қорытындысын жақсы деп бағалай аламыз. Менің ойымша, Қазақстанның жекешелендіру бағдарламасынан ұтатыны көп. Себебі басқа батыс мемлекеттерінде сияқты жекешелендірілген сектор елдің дамуына тың серпін бере алады. Только приватный сектор может способствовать развитию страны, как мы видим это в других западных странах. Соңғы 10 жылдықта жекешелендіру бағдарламасын көптеген мемлекет іске асырды. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, осы реформа нарықтық жүйенің дұрыс қызмет жасау үшін жағдай жасайды. Қазақстан үшін жекешелендіру қажет. Бұл тетік экономиканың тоқырауын еңсеруде өзінің тиімділігін дәлелдеді. Жекешелендірудің сәтті іске асуы жаңа кәсіп көзінің ашылуына, жұмыс істеп жатқан кәсіпкерліктің дамуына серпін береді және қаржы нарығының дамуына түрткі болады. Когда я смотрю на и думаю о приватизации, для меня важны два шага. Мен үшін жекешелендіру кезінде екі қадам маңызды. Компаниялардың трансформациясы және осы мекемелердің жекешелендіруге дайын болуы. Трансформация кезінде сатылатын компанияларда корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігі артады. Еңбек күші, қаржылық жағдайы, маркетингі жақсарады. Кәсіпорындар жеке меншікке өтпей тұрып, Қазақстан экономикасына оң әсерін тигізеді. Улучшение стратегии по финансам, по маркетингу. Жекешелендірудің әмбебап формуласы жоқ болса керек. Тарихқа көз жүгіртсек, барлық мемлекеттер осы реформаны экономика мен халыққа зиян тигізбей жүргізе алмаған. Бірақ Қазақстанда барлығын жан-жақты сараптап, әлемдік тәжірибеге сүйеніп реформаны асықпай жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Жекешелендіру бағдарламасын мекемелерге, халыққа және ел экономикасы үшін барынша пайда әкелетіндей іске асыруға жағдай бар. Бұл бизнес үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Екінші жағынан, мемлекеттік бюджетке түсетін салмақты азайтады.